Баршаңызға сәлем, сіздермен Арайлым, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен тез дайын болатын хот желі мантысының рецептін бөлісетін болам. Ол үшін бір жұмыртқа, шай қасық тұз және де су қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне бір ас қасық сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ұнымызды електен өткізіп, сала отырып, қамыр илеп аламыз. Достар, егер менің каналымда бірінші рет болған болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, менің каналымның алға дамуына үлес қосып кетуіңізді сұраймын. Алдын ала рахмет. Қамырымызды осылай илеп алғаннан кейін салафанымызға салып 15-20 минут шамасында тындыруға қоямыз. Тартылған ет және ұсақтап тоғыралған пиязымызды салмасына дайындаймыз. Егер ет сізде майлы болмаса, міндетті түрде сұйық май құйып жіберіңіз, сонда сіздің фаршыңыз майлы болады. Ұсақтап тоғыралған пиязымызды фаршымыздың үстінен тастап, үстіне осылай тұз, қара бұрыш сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды жаймас бұрын мантоваркамызға суымызды құйып, газға отқа қойып қоямыз. Енді қамырымызды жаюға бастаймыз. Қамырды қалауынша бөліп, жұқа етіп жайып аламыз. Міндетті түрде қамыр жұқа болу керек. Міндетті түрде осылай өте жұқа етіп жаямыз. Бұл хот желі мантысының жай мантыдан айырмашылығы да осында, ол өте жұқа болады. Және де осылай үлкен етіп кесесіз. Осылай үлкен етіп кесіледі. Айырмашылығы осы жұқалығында, үлкендігінде және осылай салмасын салған кезде осылай жайып, жағып қамырға осылай біркелкі жағып жатып түйетін боламыз. Тағы да бір рет осылай көрсеттім. Біраз қасық салмамызды ішіне салып, жағып жеріп, осылай кәдімгі манты сияқты түйетін боламыз. Барлық мантыларымызды түйіп алғаннан кейін мантоваркамызға салып, бетін шамалы майлап, мантыларымызды осылай шамалы үстіне қойып орналастыратын боламыз. Себебі мантымыз біздің үлкен болғандықтан симай қалуы мүмкін. Енді подливасын жасауға кірісеміз. Ең алдымен сковородкамызға сұйық майымызды құйып, пиязымызды тастап, 2-3 минут шамасында қызартып сарғайғанша қуырып аламыз. Үстінен сәбізімізді тастаймыз. Шамалы қуырып, үстінен қызанағымызды салып, тағы да шамалы қуырамыз. Шамалы қызарғаннан кейін үстінен томат пастасын саламыз. Менде ол жарты ас қасық, үстінен шамалы тұзын сеуіп, шамалы суымызды құйып, 5 минут шамасында бетін жауып бұқтырып аламыз. Біздің мантыларымыз дайын болды. Енді осылай тарелкамызға салып, әдемілеп ұсынатын боламыз. Мінекей жабыспай, ешқандай да жабысып, созылып, езіліп кетпейді. Өте дәмді болып шығады. Осылай подливасымен құйып, міндетті түрде подливпен ұсынсаңыз, өте дәмді болып шығады. Ерекше бір өзіндік дәмі бар. Міндетті түрде осылай жасап, жақындарыңызды ерекше дәммен қуантыңыздар. Егер рецепт ұнаса, басқа да адамдармен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Егер дәл осы рецептпен жасап көрсеңіз, сізді комментарияда сіздің жауабыңызды күтемін. Міндетті түрде жазып, бөлісіп кетуіңізді сұраймын. Сіздермен болған Арайлым. Баршаңызға рахмет.